Баршаңызға сәлем. Бүгін біз чебуреки дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 мл ыстық қайнаған су қажет. Оның үстіне 1 шай қасық тұз, 50 грамм шекер және де 30 мл сұйық май қосамыз. Шекеріміз бен тұзымыз еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызға ұнымызды 3 бөлікке бөле отыра қосып венчикпен араластырамыз. Ары қарай барлығын қолмен араластырып, біркелкі қамыр шығарамыз. Қамырымызды осылай қолмен 5 минуттай илейміз. Біздің қамырымыз эластичный болып шығу керек. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалғанша начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына 400 грамм тартылған ет, 1 үлкен пияз. Пиязымыз блендерден немесе үккіштен өтілуі қажет, немесе ұсақтап турасаңыз болады. Татымына қарай тұз, бұрыш және сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап демалған қамырымызды кішкене ұнны себе отыра ортасын осылай тесіп аламыз. Осылай шеңбер жасап, бір жағынан пышақпен бөлеміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды біркелкі формаға келтіріп, осылай бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Егер де сіз чебурекидің кішкентай мөлшерде болған қаласаңыз, онда қамырыңызды кішкентай бөліктерге бөлесіз. Бірнеше бөлікке бөлінген қамырымыздың әрқайсысын алып, осылай домалақтап шығамыз. Қамырымыз кішкене демалу үшін осылай бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Демалған қамырларымызды алып, осылай кішкене ұн себе отыра, оқтауымызбен жайып шығамыз. Жұқа етіліп жайылған қамырымыздың үстіне начинкамызды саламыз. Начинканың орналасуы қамырдың тек бір шетінде болуы қажет. Және де начинкамызды осылайша видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Начинка салынған қамырымызды видеодағыдай етіп бүктеп, шеттерін қатты басып шығамыз. Мен сіздерге қамырымыздың шеті қатты жабысу үшін 2 тәсілді көрсететін боламын. Біріншісінде тарелканы алып, қамырымызды осылай бір шетін баса отыра, біркелкі етіп пышақпен артық қамырды кесіп тастаймыз. Екінші тәсілі ол шанышқы арқылы шеттерін осылайша басып шығамыз.
Қызып тұрған майымызға чебурекиді салып шығамыз. Бір беті толық қызарғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Әр беті 3-4 минутта піседі. Толығымен піскен чебурекиді осылайша майынан сілкіп тарелкаға қоямыз. Осылайша біздің өте дәмді чебурекиіміз дайын. Құрамы өте оңай, жасалуы да оңай. Жасап көріңіздер осы рецептпен. Бағасын беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.